Баршаңызға сәлем, сиқырлы ілмектер арнасына қош келдіңіздер. Біздің арнамызда тоқымаға байланысты тегін сабақтар мен ақпараттар ала аласыздар. Бізді жоғалтып алмас үшін арнамызға тіркеліп алыңыздар. Бүгін біз сіздермен осындай сыртқа арналған аяқ киім тоқуды үйренеміз. Бүгінгі сабақты көріп, өздеріңізге осындай сыртқа арналған аяқ киім тоқып алсаңыздар болады. Бізге керек осындай табан. Бұл табанның екі шетінде арнайы іліп тоқитын жері дайын. Осы жерін әрқайсында өзінің көздері тұр. Осы көздерін осылай ілмекпен тесіп алсаңыздар болады. Және осындай жіп, тығыз тоқылған матадан жасалған иірілген жіп. Орысша айтқан кезде трикотажный пряжа. Және осындай ілмек. Бұл ілмектің өлшемі 4-ші өлшем. Осындай ілмекпен тоқисыздар. Және қайшы, және де осындай тағы кіші 2-ші өлшемдегі ілмек. Енді біз тоқуды бастаймыз. Осы жібімізді осылай ұзын қылып қалдырамыз міндетті түрде, және бастамасын осылай ілмекке іліп аламыз. Және жоғарғатай 20 рет іліп аламыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Мінекей қыздар 20 рет іліп алып жоғарғатай тоқып шықтық. Енді мұқият қараңыздар. Мынау арт жағы, міне алды жағы шаш өрімі сияқты. Сол жерден біріншісінен осылай өткізіп іліп алып осылай тоқимыз. Осылай әр қайсынан бір қатар тоқып шығамыз. Мінекей мұқият қарасаңыздар, сіздерге жақыннан түсіріп жатырмын. Осылай іліп алып, екеуінен өткіземіз. Іліп алдық, екеуінен өткіземіз. Іліп алдық, өткіздік. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Осылай шығарып, іліп алып, екеуінен өткіземіз. Кейбір түйілген жерлері бар, осылай көрінбейтіндей қылып тоқып жіберсеңіздер болады. Мінекей аяқ жағына дейін жеттік. Осылай аяқ жағын өткізіп тоқып аламын. Және мінекей қыздар осылай болады. Міне артқы жағы, алдыңғы жағы. Енді осылай бір рет іліп аламыз жоғарғатай. Және өзімізге
осылай қаратып аламыз. Енді мұқият қарап отырсаңыздар, мына жерде бірінші көзден іліп алып, басында қалай тоқыдық, дәл солай сол әдіспен аяқ жағына дейін тоқып шығамыз. Бұл жерде бізде мұқият қарайтынымыз бастамасы. Біз енді екінші қатарды тоқып жатырмыз ғой. Сол жерде екінші қатарымызды тоқыған кезде біріншісінен іліп алып тоқыдық. Неке осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Аяқ жағына дейін келдік. Мінекей екінші қатарымыздың соңғы қатарын тоқып жатырмыз. Мінекей осылай соңғы көзімізден іліп алып тоқып алдық. Мінекей осындай керемет әдемі өрнек шығып келе жатыр. Әп-әдемі. Енді осы жібімізді осылай іліп алып жоғарғатай көтереміз. Және осылай өзімізге қаратамыз. Енді осы жерде біріншісінен тағы да іліп алып осылай тоқимыз. Бірінші қатарымызды тоқып алдық. Екіншісінен тоқыған кезде бірінші көзден іліп алдық. Енді екінші қатарымызға көшкен кезде тоже бірінші көзден іліп алдық. Осы жерде мұқият болыңыздар. Енді келесі қатарымызға көшкен кезде басқа көзден іліп аламыз. Мінекей аяқ жағына дейін жеттік. Үшінші қатарымыз тоқып осылай іліп алып жоғарғатай бір рет көтереміз. Өзімізге қаратамыз. Енді осы жерде мұқият болыңыздар. Ендігі қатарымызды екінші көзден бастаймыз. Бірінші көзімізді тастап кетеміз. Екінші көзден іліп алып тоқимыз. Тоқылу әдісі сол бір әдіс. Бірақ бірінші қатар, екінші көз, бірінші көзден іліп алатын кезде сол жерлері ауысып отырады. Осылай біздің сыртқа киетін аяқ киіміміздің алдыңғы беті осылай аяқталады. Бұл әдіс ең оңай әдіс. Тоқсаңыздар, шатаспайсыздар. Мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей аяқ жағына дейін жеттік. Осылай ілмегімізге іліп бір көтеріп, өзімізге қаратай қаратамыз. Енді бұл жерде біз бірінші көзді тастап, екінші көзден іліп аламыз. Осылай аяқ жағына дейін тоқып шығамыз. Осылай аяғына дейін тоқып аламыз. Мінекей аяқ жағына дейін тоқып келдік. Бір рет іліп алып жоғарғатай көтереміз. Бұл біздің бет жағы, аяқ киіміміздің беткі жағы. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай, осындай өрнек шығып жатыр. Бұл өрнегіміздің бірінші қатары секілді бөлініп көрініп тұр. Енді тағы бір қатар жүргізсек, екінші қатар сияқты көрінеді. Бұл жерде біз енді бірінші көзден өткізіп тоқып аламыз.
осылай тоқып кетеміз. Осы қатарымыз бірінші көзден тоқылады. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай қатарларымыз бірінші көзден және екінші көзден басталып тоқылады. Осыны аяқ жағына дейін тоқып алдық. Мінекей, осындай әдемі өрнек шығып жатыр. Осы бір қатарымыз осылай қалады және мінекей осындай бір қатар бөлініп тұр және екінші қатар бөлініп тұр. Келесі қатарларымыз осындай өрнек болып шығады. Ілмегімізге жібіміз іліп көтеріп алдық. Ендігі біздің бірінші көзді тастап, екінші көзден тоқимыз. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аласыздар. Шатасып кетпес үшін бірге бір қарап тоқысаңыздар, өздеріңізге жеңіл болады. Мінекей, бұл қатарымызды да тоқып алдық. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай ішке қарай кіріп келатырмыз. Үш бұрыш сияқты тоқыған әдісіміз сондай әдіспен тоқылып келатыр. Енді мінекей біздің бұл бір сызық және узорымыз кәдімгідей бөлініп тұр. Бірінші, екінші қатар секілді. Бұл жерде біз енді бірінші көзден іліп тоқып бастаймыз. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай кәдімгі қатар сияқты көрініп тұр ғой. Сол қатарда мысалы екі рет жүріп өткенбіз. Бір рет оннан солға қарай және сол жақтан оңға қарай жүрген кезде осындай біздің өрнегіміз әдемі болып шықты және бірінші қатар, екінші қатар сияқты көрініп тұр. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей, осылай іліп алып жібімізді. Енді бұл жерде біз екінші көзден тоқимыз. Осылай бір әдіспен тоқып шығамыз. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей, осындай өрнегіміз дайын болып шықты. Біз осымен аяқтадық. Осылай біраз жіп қалдырып, аяқ жағындағы артық жібін қайшымен қиып тастаймыз. Және осылай өткізіп аламыз жібімізді. Мінекей, бізде осындай керемет өрнегіміз шықты. Бұл жерде мұқият қарасаңыздар, бұл біздің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 қатар тоқыппыз. Басында қалай сіздерге көрсеттім, солай тоқып шығасыздар. Біріншісінде
екі қатарымызды бірінші көзден бастадық, содан кейін екінші көзден тоқи бастадық. Солай аяқ жағына дейін тоқып шығасыздар. Енді осылай табанымызға осылай бекітіп шығамыз. Менің табанымның өлшемі осылай болды. Сол себепті сондай өлшемге дейін ғана тоқыдым. Сіздердікі одан да ұзын немесе қысқа болса, осы жерді қысқартып, ұзартып тоқысаңыздар болады. Менің өлшемім осындай болғаннан кейін жібіміз осы жерден аяқталды. Негізі бұл жіп арғы беткі жақтан біту керек. Сол себепті осылай жібімізді ары бері өткізіп, арғы беткі жаққа өткізіп аламыз. Бұл жіппен осы өрнегімізді арғы жағын бекітеміз, оң жағын, ал бергі жағын осы төменгі жақтағы жіппен бекітіп аламыз. Осылай аяқ жағына дейін өткізіп аламыз жібімізді. Ары бері әрбір көзден өткізсеңіздер, білінбей әдемі болып шығады. Мінекей, осы кезде бізде осы екінші өлшемдегі ілмегіміз керек болады. Мінекей, осылай дайындап алдық. Енді осыны табанымызға бекітеміз. Енді осыны табанымызға бекітеміз. Бізде бұл жерде осы жағы беті болып саналады. Осы жерінен байқасаңыздар болады. Артқы жағы, мінекей, алдыңғы жағы осылай әдемі болып тұрады. Енді біз осылай, мінекей, осы жіпті ұзын қылып қалдыру керек. Осы жіппен бекітіп шығамыз. Осы жерде бізде екінші өлшемдегі ілмек керек болады. Енді осылай табанымызға ілмегімізді өткізіп алып, көзінен жібімізді осылай шығарып аламыз. Мінекей, осылай шығарып аламыз. Шығарып алғаннан кейін табанның келесі көзінен өткіземіз. Мінекей, ішкі жағынан ілмегімізді шығарып, жібімізді іліп аламыз. Жібімізді іліп алып шығарғаннан кейін осылай шығарып аламыз. Міне, жібімізді шығарып алғаннан кейін осы жерден жібімізді өткіземіз. Ілмекті ішкі жағынан сыртқа қарай шығарып, жібімізді ішке қарай өткіземіз. Мінекей, осылай ішке қарай өткізіп аламыз. Енді жібімізді сыртқа қарай шығарамыз. Мінекей, осылай
жібімізді осылай сыртқа шығардық. Енді осылай табанның көзінен өткізіп, ilmегімізді, жібімізді осылай шығарып аламыз. Мінекей, осылай тығыздап тартып аласыздар. Және екінші көзден жібімізді өткіземіз. Осылай өткізіп аламыз. Бұл жерде біздің табанымыздың көзі кішкентай, жібіміз қалың, сол себепті өткізетін кезде кішкене қиындық тудыртады. Енді осы жерде жібімізді табаннан өткізіп алғаннан кейін осылай ішкі жақтан жібімізді шығарып аламыз. Мінекей, осылай ішкі жақтан жібімізді шығарып алғаннан кейін табанның келесі көзінен өткіземіз. Осылай өткізіп алғаннан кейін керісінше жіпті тағы бір рет өткіземіз. Мінекей, осылай өткізіп аламыз. Және осы тоқылған өрнегімізден ішкі жағынан жіпті өткіземіз. Осылай өткізіп, осы табанға бекітіп аламыз. Мінекей, аяқ жағын осылай өткізіп, осылай бекітеміз. Бұл жерде сіздер өткізіп қойған жіптеріңіз тығыз болу үшін керісінше осы жіпті керісінше осылай өткізіп, тығыздап осылай бекітсеңіздер болады. Өйткені бұл жерде біз аяқ киімімізді киген кезде бұл ең бірінші сөгіліп, сөтіліп, жыртылып кететін жері. Сол үшін осы жерді жақсылап бекітіп алыңыздар. Мінекей, осылай аяқтадық және жібімізді алдыдан, арттан осылай өткізіп аламыз. Және түйген жібіміз осылай көрініп қалуы мүмкін. Осыны осылай ішке қарай тартып тығып тастасаңыздар болады.
Енді келесі жағын табанымызға бекітеміз. Осылай жібімізді өткізіп аламыз. Табанымыздың бірінші көзінен және өзіміздің тоқып алған осындай әдемі өрнегімізден. Мінекей, осылай өткізіп аламыз. Өткізіп алғаннан кейін табанның көзінен өткіземіз. Бұл жерді де дәл солай әрбір табанның көзінен өткізіп, осылай бекітіп тастаймыз. Осылай аяқ жағына дейін бекітіп аламыз. Табанның әрбір көзінен осылай тоқып, әдемі қылып тоқып, біркелкі қылып бекітіп шығамыз. Бұл жерде біз жібімізді, артылып қалған жібімізді әрбір жерінен өткізіп бекітіп жатырмыз. Осылай артылып қалған жіптеріңізді әрбір жерінен өткізіп, осылай екі жіпті бір-біріне қосып, түйіп тастасаңыздар болады. Немесе бір қатар жүргізіп шықсаңыздар болады. Мінекей, аяқ жағына дейін жеттік.
бір қатар жүргізбей-ақ мен деген мына артқы жақтағы артылған жіпті осылай артқы жағынан жүргізіп өткіздім де осы жерге дейін алып келдім де екеуін осылай түйіп тастайын деп жатырмын ішкі жағынан. Өздеріңізге қалай ыңғайлы болады, солай бекітіп түйсеңіздер болады. Менің жібім ұзын болып артылып қалғаннан кейін мен осылай бекітіп тастайын деп шештім. Осылай бір-біріне қатай алып келіп ішкі жақтан түйіп тастаймыз. Мінекей осындай керемет сыртқа арналған аяқ киім тоқып шығардық. Осылай өздеріңіз үйде отырып сатып алмай тоқып алсаңыздар болады. Мінекей өрнегін жақына көрсетейін. Қандай керемет, қандай әдемі, қарапайым, оңай, тез тоқылады, бірақ осындай керемет әдемі өрнек шығады. Осылай үйде отырып тоқып алсаңыздар болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бізді жоғалтып алмас үшін сиқырлы ілмектер арнасына жазылып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.